Алла тағала Нұр сүресінде Алла көктер мен жердің нұры. Оның нұрының мысалы ішінде шырағы бар қуыс сияқты. Шырақ шынының ішінде, шыны болса бейне бір жарық жұлдыздай. Ол шығысты да, батысты да мекендемеген. Майы от тимесе де өзінен өзі жарқырайтын берекелі зәйтүн ағашынан жағылады. Нұр үстіне нұр. Алла өз нұрына қалаған кісісін бастайды. Алла адамдарға мысалдар келтіреді. Алла әр нәрсені білуші. Нұр бұл күн сәулесінен бастап адамның ішкі нұрына дейінгі сан алуан нәрсені сипаттау үшін қолданатын сөздеріміздің бірі. Ол дерексіз, қолмен ұстап көре алмайтын ұғым. Бірақ біз оның мағынасын инстинкті түрде түсінеміз. Жарық дегеніміз жақсылық, ол бәрін нұрға бөлейді. Сондықтан мен Алланың ән-нұр деген есімін тереңірек білгім келеді. Оның аса әдемі әрі терең екенін сезінемін. Әл-Ғазали бұл есім туралы былай дейді. Ән-нұр өзі де көрінетін және басқалардың көрінуін қамтамасыз ететін зат. Өйткені өздігінен көрінетін және басқаларды көзге түсіретін нәрсе жарық деп аталады. Бұл есім әз-захир, айқын, жарқын есіммен тығыз байланысты. Сөздікте бұл сөз сәуле шашу, жарықтандыру немесе жарық беретін кез келген нәрсе ретінде сипатталады. Ал Ибн әл-Асир Алланың ән-нұр есімі жайлы былай деген. Ол соқырлар оның нұрымен көретін. Ол адасқандар оның тура жолымен бағыт алатын зат. Әбул-Мансур жоғарыда аталған аяттың тәпсірінде мүміннің жүрегіндегі тура жол нұрының мысалы ішінде шырағы бар қуысқа ұқсайтынын айтқан. Алла тағаланың нұры мүміннің жүрегін нұрландыратын шам. Біз бәріміз жарықтың не екенін білеміз және оны көргенде бірден танимыз. Бірақ Әл-Ғазали айтқандай, жарық бұл көрінбейтінді көрінетін ету екенін түсінгенімізде Алланың ән-нұр есімінің мәні айқынырақ бола түседі. Мұны қайталап тыңдау керек. Көрінбейтін нәрсе көрінетін болады. Яғни Алла тағаланың ғайып әлемін, мұғжизасын, берекесін, оның бізді қалай жақсы көретінін көре білу, сезе білу. Абай атамыз айтқандай, көкірек көзінің ашылуы. Дәл осы себепті жарық тура жолмен тығыз байланысты. Адам адасқан кезде ол қараңғылықта болады. Яғни ол жоғалған, қайда барарын білмейді. Барлық нәрсеге күмәнмен қарайды. Бірақ жарық келгенде, әсіресе Алланың нұры келгенде, бәрі анық болады. Енді барлығы көрінеді. Түсінік пайда болады. Ашықтық келеді. Онымен бірге сенімділік орнайды. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, былай деген. Нұр Алла, ол тура жол көрсетуші. Өзі қалаған құлына шындықты көрсету және оған ілесуге шабыт беру арқылы өзінің дивани нұрымен бағыт береді. Құранда Алла тағала былай дейді. Шын мәнінде сендерге Алладан бір нұр және ашық кітап келді. Бұл аяттағы нұр Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ол Алла тарапынан жіберілген. Міне, сондықтан пайғамбарымыздың өмір баянын, яғни сира, оны оқу және оның түсініктерін түсіну өте маңызды. Өйткені бәрі соның арқасында айқын болады. Бізде ең жақсы үлгі бар және Алла тағала бізге ол арқылы көп нәрсені түсіндіреді. Шейх Радиб ан-Набульси бұл есімді сипаттай отырып былай дейді. Алла тағала нұр, сондықтан егер сіз онымен байланыс орнатсаңыз, оның рухынан рухани жайлылық пен тыныштық аласыз. Оқиғалар мен мәселелерге көз қарасыңыз тура жолмен бағытталады. Бұл Алла өзі жақсы көрген құлына не болатынын сипаттаған мына бір хадисті түсінуге көмектеседі. Қашан мен оны жақсы көрсем, оның еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы және жүретін аяғы боламын.
егер ол менен бір нәрсе сұраса, оған міндетті түрде беремін. Ал егер ол маған сыйынса, оны сөзсіз қорғаймын. Бұл Бұхариден жеткен хадис. Бұл есімнің мағынасының тағы бір қырын Ан-Набулси былай сипаттайды. Адам кейде шешілмейтіндей көрінетін мәселеге тап болуы мүмкін. Бұл жағдайда ол сол мәселеге қатысты қараңғылықта болады. Бірақ кенеттен оның миына бір ой келеді де мәселені шешуге мүмкіндік береді. Бұл рухани нұр. Бұл тұрғыда Құраннан және сүннеттен алынған екі әдемі дұға бар. Құраннан: Раббымыз, бізге нұрымызды толық ет, әрі бізді жарылқа. Шын мәнінде сен әр нәрсеге қадірсің. Сүннеттен алынған дұға: Уа Алла, жүрегіме нұр, көзіме нұр, құлағыма нұр, тіліме нұр, оңыма нұр, солыма нұр. Уа Алла, үстіме нұр, астыма нұр, алдыма нұр, артыма нұр, шашыма нұр, теріме нұр, етіме нұр, қаныма нұр және сүйегіме нұр бере көр. Уа Алла, маған нұр сыйла. Тирмизиден жеткен. Алланың нұрын шынайы іздеушілерден болайық. Және біздің жолымыз тек оның нұрымен жарқырай берсін. Әумин.